Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталының министрлер портреті жобасы жалғасып жатыр. Бұл жолғы кезек ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекке келген. Министрді әр қырынан танытқан үлкен материалдың ішінен маңызды деген тұстарын назарларыңызға ұсынамыз. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Саясат Нұрбектің шетелдерде оқыған, бірнеше дипломы барын, бірнеше тіл білетінін, атқарған бұрынғы қызметтеріне тоқталып жатпаймыз. Мақалада мынадай жайттар бар. Астаналық әріптестерімізде тыныш жүрмейді ғой негізі. Саясат Нұрбек су жаңа министрліктің су жаңа кабинетінде бір күн отырып, үкімет кулуарына барғанда журналистер жан-жағынан қоршап алған. Сіздің балаларыңыз Кипрде оқып жатыр. Неге осы уақыт бойы балаларыңыз шетелде оқыды? Олардың Қазақстанға оралатын жоспары бар ма? Келсе қандай мектепке барады? Бұлай қарасаңыз, әдеттегі сауал. Әдеттегі сауалға Саясат Нұрбек әдеттегідей жауап беріп былай деген. Оның 3 себебі бар. Ең алдымен жұбайымның денсаулығында кінәрат бар. Оған нақты медициналық ұсыным да бар. Екіншіден, балаларымды Қазақстандағы жеке мектептерде оқытуға қаражатым жетпеді. Үшіншіден, Кипрде британдық форматтағы жақсы ағылшын мектебі болды. Болды ғой, бұдан артық не керек? Министр осымен тоқтай салса да болар еді, бірақ шенеунік тоқтамады. Арғы бергінің бәрін қозғап, ақтарылып түсті. Өзінің министр болғанына бір күн жаңа толғанын, бұл аралықта бірдеңе өзгерту қиын екенін, есесіне жыл басында шешім қабылдап қойған, балаларының Қазақстанда оқитынын айта келіп, уайымдамаңыздар, 26 маусым күні балаларым Қазақстанға ұшып келеді, сіздерге фото есеп жіберемін деп бірақ тоқтаған. Негізі соңғы сөзді бекерақ айтқан екен сол кезде. Өйткені осы бір ауыз сөзден кейін балалар келді ме, қашан келеді деген сауалдар алдынан шыға берді. Я, келді, қарапайым мектепке беремін деген бұл кісі. Осыдан кейін қоя салса болады ғой. Жоқ, журналистер де қоймайды. Бұрынғысы бұрынғы ма, енді қай мектепте оқиды деген сұрақ шықты. Саясат Нұрбектің ақырғы жауабы былай болды. Елге келгеннен кейін балаларыммен отырып сөйлестім. Олар қазір есейіп қалды. Өздігімен шешім қабылдай алады. Шетелдік мектептер сол жағынан жақсы. Өздігімен шешім қабылдауға, сыни ойлауға үйретеді. Олар өз шешімін жасады. Оқуды Кипрде жалғастыруды жөн көрді. Балаларымның таңдауы мен құқығын құрметтеп, олардың шешімімен келістім. Қазір бар күшімді министрліктің дамуына жұмсап жүрмін, деді министр. Баланың әңгімесі осымен бітті. Бірақ көптің көңілінде балаларының таңдауымен санасатынын Саясат Нұрбек 2 ай бұрын білмеген бе деген сауал қалды. Оның үстіне осы жерде сәл түсініксіздеу бір мәселе бар. Балаларының қайда оқитынын шешетін екінші адамның пікірі жұмбақ болып қалды. Ол әрине министрдің жұбайы Шолпан Нұрбек. Әкесі министр болып шіреп тұрса да, бала үшін шешенің жөні бір бөлек екенін білесіз. Осының бәрін ой елегінен өткізгендер, мәселе баламен санасуда емес, министр әйелінен аса алмай қалды деген байлам жасады. Дегенмен дәл осылай болған екен деп қорытынды жасауға ерте шығар. Алайда басқадай ойлауға тағы қандай негіз бар? Міне сондықтан біз ант бергенде қамшы салдырмайтын Саясат Нұрбектің аузынан шыққан кейбір уәделері қайта жұтылып кетуі мүмкін деп топшылаймыз. Мұнда енді жігіттіктің қай жөніне жатқызуды оқырманның өз еншісіне қалдырайық. Ғылым және жоғары білім министріне бағытталған сын ескертпелер термометрдің тілі секілді. Бірде жоғары, бірде төмен түсіп тұрады. Егер 3 жыл бедеріндегі дау-дамайларды көлбеу сызықтың бойымен өлшесек, болашақ бағдарламасына қатысты ырың-жырыңның деңгейі аспандап шыға келетінін байқаймыз. Естеріңізде болса, өткен жылы блогерлердің бірі Саясат Нұрбекті сілейте сынап тастаған. Сілейткенде былай деді: болашақ бағдарламасының 50 жастағы студенті Лондоннан оралды. Инстаграм парақшасынан байқағанымыздай, ол бір жыл бойы шопинг жасап, күшті көңіл күйде жүрді. Ағылшын арт менеджменті туралы бірде-бір жазба жариялауды жөндеп таппады. Ол Тұманды Альбиондағы бір жылдық демалыс үшін кімге алғыс айтады? Әрине, пиар және роуд-шоу министрі Саясат Нұрбекке. Өйткені ол Саясат Нұрбектің арқасында ағылшын тілінен емтихан тапсырмай-ақ салық төлеушілердің ақшасы есебінен ағылшын тілінде оқуға кетті.
пиар және роуд-шоу министрі деген жақсы атақ емес негізі. Пиардың не екенін түсінетін шығарсыз. Ал роуд-шоу дегеніңіз қазақы ұғымға жақындатып айтсақ, еріккен бизнесмендердің аймақтық туры деген мағына береді. Сонда Саясат Нұрбек болашақ бағдарламасын қыдырмашы жел өкпелердің турына айналдырып жіберген бе? Бұл сұраққа жауап табу үшін әлгі адамның кім екенін білгеніңіз дұрыс. Ол белгілі әнші Айгүл Иманбаева. Ғылымнан гөрі өнерге жақын болғандығынан шығар, Иманбаева Мамский әңгіме подкастына берген бір сұхбатында ерекше ашылып, Англияға барғанда ағылшыным өте нашар болды. Айналам тек ағылшынша сөйлейтін адамдар. Ол кезде қайдан жігіт ойлайсың, сабаққа баспен кірдім деген еді. Бұл ағылшын тілінен емтихан тапсырмай-ақ ағылшын тілінде оқуға кетті деген блогердің сынын қуаттай түсті. Бірақ бастысы бұл емес қой. Негізгі мәселе Айгүл Иманбаева чемодан сүйретіп Англияға аттанғанда жасы 40-тың жуан ортасында болатын. Сонда жасы жер ортаға келгендерде болашақпен оқи бере ме? Бұл Саясат Нұрбектің саясатын түсінбейтіндердің сандалбай сауалы болып шықты. Өйткені 40-50-ді бұлай қойғанда зейнетке әлде қашан шығып кеткен шал-шауқан мен кемпір-сампырдың да мемлекеттің ақшасымен шетелде білім қуып жүргені белгілі болды. Ең қызығы, мұны басқа емес, Бурабайдағы ұлттық құрылтайда президент Тоқаевтың өзі айтып, болашақ бағдарламасын оңдырмай сынады. 78 жасында болашақ бағдарламасы бойынша оқуға кетті. 78 жасында қандай болашақ болуы мүмкін, деді президент. Міне, осыдан кейін Саясат Нұрбектің атынан ауып қалғанын түсінде көргендер көбейді. Бітті, құрды деп тон пішті. Бірақ ғылым және жоғары білім министріне түк те болған жоқ. Бір апта өтті, 2 апта өтті, ештеңе өзгермеді. Саясатты Ақорданың салқыны ұрат деп күткендер күдер үзуге айналды. Міне осы тұста дұрысы күні кеше ғана кейіпкеріміз президенттің сынынан қорытынды шығарғанын көрсетіп, дұшпандарының сілесін қатырды. Шынымен де 60 пен 70-тің арасындағы 2-3 қарияның бірі анда, бірі мұнда білім алып жатқанын айта келіп, сөзін бұлай түйіндеді. Бұрын бағдарлама бойынша 40 жасқа дейінгі жас шектеуі болған. 2012 жылы біз 40+ санатындағы тәжірибелі мамандарға кәсіби тағылымдамадан өтуге мүмкіндік беру үшін бұл шектеуді алып тастадық. Қазір жас шектеулері нақтыланды. Бұдан не түсінуге болады? 40-тан кейінде қылық шығарып, оқу іздейтіндердің көбеюіне дәл осы министр жол ашып берген. Ендігі шектеу қалай нақтыланды? Кәсіби тағылымдамадан өтемін деп, тау асып кететіндердің зейнетке шығуына кемінде 3 жыл қалса ғана болашақтан дәмете алады. Яғни ер адамдар үшін шекті жас 61 жас, яғни 64-3. Әйелдер үшін 57 жас, яғни 60-3 жас артып мандытпапты ғой десеңіз, өзіңіз білесіз. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.